Жыл мезгілдері қалай пайда болды? Ерте заманда жер бетінде бір ғана мезгіл жаз мезгілі болған екен. Жыл 12 ай жаз боп, жемістер пісіп, құстар сайрап қарық болған көрінеді. Бірақ адам аптап ыстықтан жалығып, мына күн қашан салқындайды, қашан кеш болады дей берген соң жаратқан күз мезгілін орнатыпты. Күн салқындап, ағаштар сарғайып, қысқасы күздің сипаттамасын білесіздер ғой, дәл сондай болыпты. Енді адам жаздағы жемістерді аңсайды, құстардың салған әнін сағынады. Бұдан да жаз боп тұра бергені жақсы еді, мына мезгіл қайдан пайда болды деп налиды. Күз мезгілін жатырқайды, тоңа бастайды. Адамзаттың бұл налғанын көріп Тәңірі жазда ыстыққа шыдай алмай, салқынды аңсап еді ғой, енді бұдан да жалығып қалды ма? Мен бұны күзге де зар қылайын деп жер бетіне қыс мезгілін орнатады. Жер бетінде тұңғыш рет қылаулап қар жауады. Бірақ Тәңірдің өзі қатты қаһарланған болса керек, қыс тым қатты суып кетеді. Сөйтіп динозавр сияқты ежелгі тіршілік иелері өлім құшады да, адамзат жылу іздеп оңтүстікке қашып кетеді. Арада 3 ай өткен соң тәубесіне келген шығар, ақырындап жер бетіне жылу жіберейін, пендемді қинай бергенім дұрыс болмас деп жаратқан көктем мезгілін орнатады. Міне ғажап, ағаштар қайта оянып, жер бетіне көк қылтияды. Ұзамай жаз келеді де, әу бастағы мезгіл қайта оралады. Бірақ адамзат көп өтпей бұдан да жалығады ғой. Жаз мезгілін ара кідік сағындырып отырайын, қадірін білсін деп содан бері 4 мезгілді жер бетіне кезектестіріп орнататын болған екен.